10 жерде жұмыс істейсіз ба? 10 жерде қолма-қол ақша алдыңыз ба? Иә. Сіз әлеуметтік төлемді қай уақытта төледіңіз? Ауданында қай уақытта төледіңіз? Мен төлемеймін, жұмыс берушім төлейді. Білмеймін қай уақытта төлеген. Мен самый главный маған. Мен сізге айтайын енді, қай уақытта төлеген. Енді сіздің жұмыс берушілеріңіз бір жылға, 2 жылға, жарым жылға артқа құйып, бір күнмен құйған. Енді бір уақытқа бір мезетте. Енді қараңыз. Аға енді жұмыс беруші. Декрет алу үшін түрлі ИП-ларға тіркеліп, өздеріне жаңағы төлемдерді түсіргізіп, өтірік айла жазғызып, сөйтіп істеп жүргендер, мысалы үшін пенсионный салып, бір күнде салып, мінекей мына жерде 10 ИП-мен, 40 ИП-мен атынан, 40 ИП-нің атынан жұмыскер болып, жұмыс істеген болып, құжат тапсырып жатыр екен. Қараңыздар, қанша адамның ақысына кіріп жатыр. Елдің қазынасына қол сұғып жатыр. Бұл жемқорлық. Енді мұны тоқтату түкте қиын емес. Жаңағы әлгі ИП-лердің бәрін тексерсеңіздер, декретныйларға белгілі бір ИП-лармен қайта шығып отқан. Кәдімгідей жүйелі түрде оны жұмыс қылып отыр. Кәдімгідей ақша алып, ИП-ға тіркеп, дайындап сөйтіп жатыр. Осылардың бәрін прокуратура, құқық қорғау органдарына ақпаратты жіберетін болса, тиісті уәкілетті орган осы әлеуметтік жәрдемақылар тағайындайтын кезде қарап анықтасын, сосын әрмен қарай не болатынын көреміз. Өйткені бұлай істеу дұрыс емес. Қазақтың қазанына қол сұғу. Бұл жемқорлық. ИП-мен әдейі миллиондап декретіне алу үшін ақша салып жұмыс істеудің қажеті жоқ. Оны тоқтатыңдар, бауырлар. Ал енді оны тоқтатпайды екенсіңдер. Мінекей жаймен деп, сіз мына ИП-лардың барлығын тізімдеп, сол ИП-лар бойынша, сол ИП-лармен қаражатты алған адамдарды ұстап, зерттеп, құстыратын болады. Одан да осы кезде дер кезінде қазақтың қазынасынан қолыңды да аузыңды да тарт. Заң бойынша, заңның шеңберінде ал. Оған ешкім тыйым салмайды. Кәдімгідей заңмен өзіңе тиісті нәрсені ал, бірақ әдейі жасап, менікі заңда, мен ақшаны салып қойдым, мен осылай деп істеудің қажеті жоқ. Тоқтатайық ағайын мұны.